Өйткені олар кадрдан тыс, мысалы операторлар, олар ылғи кадрдан тыс жүреді. Олардың өздерін түсіріп алу керек. Сондықтан бүгінде мен Алматыдан кеткеннен кейін маған бір журналист қыз айтады: "Сіз кеткелі бізге дейді, ешкім сурет бермейді, ешкім шоколад бермейді." Міне көрдіңіздер, бұл да бір маған деген бір қалай айтсам екен, сондай бір сағынышы болар, құрметі болар. Менің жарнамам кейін болды, көрдіңіздер. Яғни мен кезінде таратқан, үлестірген суреттерімнің бәрі маған жұмыс жасады. Қазір көп үйге барсам, менің суреттерім ілініп тұрады. Сонда мына қазір 100 жасқа келген халық әртісі Хабиба Елебекова апамыз 100 жасқа келді. Сол кісі үйіне біреу кіріп келсе, суреттерін көрсетеді. Мысалы, қазір енді орын төсек тартып отыр, бірақ айтып отырады: "Мынау менің балам жеңіс түсірген" деп. Енді қараңызшы, одан ақыр жарнама керек па? Өзіңнің түсірген жұмысың ол сен балаң сияқты. Оның бір баспа бетінде жариялануы ол қуантады. Ол өйткені түпкі мақсаты сол. Ол сен бір затты, бір суретті бейнелесең, бір суретті түсірсең, оның түпкі мақсаты сол баспа бетінен көріну, интернет бетінен, баспа бетінен. Егер оның астына тағы мақала жазылса, егер сіздің сурет сол тақырыпты ашып тұрса, онда міне, мен үшін мақтаныш сол, жалпы әрбір фотографқа сол жетістік. Мені түсірсем ма? Ой, мен суретке түскен жақсы көрем. Ой, мен одан. Байқау. Әрине, көбіне байқап отырамын. Бірақ мына камераға соншалықты үйреніп орамын, мен оны аса қалай айтсам, еркін жүремін өзім, еркін сезінемін. Және де мына жиналыстың соңында бірге суретке түсетініміз де сол, тарихта қалу. Яғни міне бізде бұл жерде қатыстық, бізде бұл сенбілікте болдық деп. Мен қуанам, егер мені біреу суретке түсіріп жатса. Және де басқаны да қуантқым келеді. Сол операторлар, сол фотографтар кадрда қалу керек. Олар да тарихтың бір суретшісі. Және де оны көп жағдайда ескеріп жатқан жоқ ешкім. Бірақ біз бір-бірімізге сыйластықпен қарап, бір-бірімізді түсіріп отыруымыз керек. Өйткені бұл не үшін керек дейміз? Мысалы, сіздер бір шығарманы іздегенде қайда барасыздар? Кітапханаға барасыздар. Сол жерден кітапханашы сізге сол кітапты тауып береді. Ал енді егер сіз ертең бір бейнені іздеген кезде кімге барасыздар? Сіз сол фотографқа барасыздар. Ал ол фотограф түсіргенін қайдан білесіздер? Сіз сол шараға қатысқандардан сұрай келе, я болмаса сол суретті көргеннен кейін, мына фотограф болған екен ғой деп, яғни сол арқылы тауып ала аласыздар. Бізде ұрлық деген көп күшті дамыған. Ол өтті емес, өтіп жатыр. Өтіп жатыр. Ол енді ұят нәрсе. Біріншіден, ол сені, мысалы, авторды сыйламағандық. Егер алып тұрып, ат жөнінде жазбаса, онда міне, нағыз ұятсыздық сол. Мен, мысалы, көп жағдайда кешіріммен қараймын. Егер ақпарат құралдары, мысалы, менің суретімді алып, мінекей, шетіне жазып қою керек. Суретті түсірген Жеңіс Қысқабай. Ал егер жазбаса, онда ол өзі барып түсірген болып саналады ма? Сол газет, сол журнал. Бізде ол жиі кездеседі. Яғни ол біздің баспасөздің кішкене кейде сауатсыздығы деп ойлаймын. Әділетсіздік былай айтқанда. Біз мысалы бір сурет түсіру үшін кейде тау тас аралап, бәленбай километрге кетіп қаласың. Я болмаса 2-3 күн жүріп,
бір сурет түсіріп келу үшін ғана жүресің. Ал біреу алады да, жай ғана дайын дүниені алады да, көшіп қоя салады өзіне. Не аты жоқ, не басқа жоқ. Сондықтан, өкінішке орай, осындай үйлер әлемге бар. Маған мысалы шетелдік бір интернет сайт хабарласады. Мына сурет алу қолдануға бола ма дейді. Болады. Сіз бізге құжаттарыңызды жіберіңізші, біз сізге қаламақы төлеуіміз керек. Және жылдан жіберіңізші, жылдың соңы деп сондай бір некелерді айтып жатыр. Міне, қуанасың, рахат. Қандай керемет, еңбегің бағаланып жатыр. Келесі күні тағы сурет сұраса, қалағанын тауып бересің. Ал бір рет көңілің алдына екі жыл барғың келе ме? Алысқа бармай-ақ жұлдыздар отбасы. Жұлдыздар отбасы керемет, мықты журнал біраз жыл келе жатыр әлде. Сол журналға, мысалы, суреттерімді алады, қолданады, бір жазбайды, екі жазбайды, сосын бір күні хабарласады. Айтып, сендегі сурет бермейін деді. Ойбай, керек болып жатыр, неге дейді. Неге? Жазбайсыңдар, бұл қалай? Айттым ғой сендерге деді. Мысалы. Сөйтіп, редакторы хабарласады. Жеңіс бере ғой, енді менің қателігім емес, ол біреудің қателігі деп біреуге жапты. Бірақ түбінде менің ойымша соның бәрін редактор қадағалау керек. Редактор өйткені ол бір мекеменің бір басшысы ғой. Сол газеттің иесі, қожайыны. Егер талап етпесе, онда журналистті орындамауы мүмкін. Болмаса журналисттің қатесі болса да, ол бәрібір редактордың қатесі болады. Өйткені заңды болу керек. Ол жай ғана көшедегі біреудің қолмен жасалған емес қой. Мен тосыннан түсірген жақсы көремін. Адам бейнесін. Көбіне ірі суреттер, ірі кадрлар. Портреттер. Ал бүгінде маған күрес өте қызық. Күрес. Яғни спорт түрін, спорт жанрын түсірген жақсы көремін. Өйткені ол әсерлі, және де оның ұлтқа пайдасы бар. Мысалы, күніне қанша фото түсіріп, қайсысы сізге қанша фото саласыз? Оны серттен сұрау керек. Мен көп түсіремін. Мен мысалы біреу көлік алады да, оны күніге сылап, сипап, шаңын сүртіп жүреді. Мен ондай емес. Мен қолыма түсті ма, ол яғни өзінің мақсатында пайдалану керек. Оны мен аямаймын. Көп жағдайда мен шығынға ұшырап жатамын, яғни ол қымбат нәрселер. Бірақ біз құсап жүгіріп жүрген кезде ол ұрылады, соғылады, сынады. Бірақ соған қарамай аямаймын. Яғни бір жарыста мысалы 1000 сурет түсіріп тастауым мүмкін. Оның ішінен алатынымыз 1000-ның ішінен бір керемет деген бір 10-ын аламыз. Кем дегенде. Мынау қарасаңыздар, мына жағып сөндіріп қоюға болады ма? Мен көрдіңіздер, мен мынандай жиналыстар жиі өткізбегендіктен мен толықтай дайын емеспін, бірақ қолда барын сіздерге көрсеткім келеді. Яғни мінекей қараңыздар. Мынау сәттер. Мынау шеткі тұрған қара торы қыз. Бұл француздың мысалы чемпионы. Одан кейін қарасаңыздар, мінекей өзге ұлттар көбісі. Мынау мінекей, мына өзіміз Сарыөзектің баласы. Азамат Мұқанов деген. Үстіндегісі, мінекей, ластырып жатыр. Мінекей, көрдіңіздер ме? Мен бәрін бір келіп кіргендіру үшін аяқтан шығарып қойдым. Яғни, егер мен жай ғана квадратты кесетін болсам, онда аяқтар шабылып кетеді. Сондықтан мен фотошоптың ыңғайымен, көмегімен осыны сыртқа шығарып қойдым. Мінекей, ал енді бағанағы айтылған қымбат фотоаппарат деді. Оның мүмкіндігі. Менің қазіргі қолданып жүрген фотоаппаратым ол секундына 9 кадр түсіреді. Әрине, қолын қалып кетпеу керек, нақты көздеп ұстап отыруым керек, қадағалап. Мінекей көрдіңіз, әдіс жасау кезі. Қандай әдіс? Ал енді мен осының ішіне қалағанымды таңдай аламын.
яғни жүзі көрінбей қалды да, мысалы мына астындағыдай, мысалы мына жердегі. Сондықтан мына фотоаппараттың күші арқылы, яғни көп сурет түсіргендіктен мен таңдай аламын, яғни мына жерде жұмақан тегін көрінеді. Міне мына қарашы, мысалы мына қырғыздың баласы. Қандай әсерісі? Жұлып ал. Енді қараңыздар, мынау бүгінгі күні сіздің жасаған кітабыңыз, фото альбомыңыз қосымша мәліметтермен толықтырылып отыр керек. Бұл жерде фотограф, егер газетте журналист дейтін болса, я болмаса журналистермен тілшілеріміз тікелей байланыста болатын болса, онда оның жұмыс тағы да жеңілдейді. Яғни, мысалы, мына спортшының кім екендігін, болмаса кішігірім мақала жазуына, мақалада бір үзінді алуға көмектеседі. Мысалы, сіз спорт тілшісіз, фотограф емес, сіз спорт туралы жазасыз. Сіздің мақалаңыздан мен аламда мынандай бір сөздер, дерек көздерін алып, сізбен тікелей жұмыс жасай бастайды. Яғни, сізге қосымша мен бұл жерде фотограф тілшіге гонорар беруім мүмкін. Көрді мінекей? Мына жігіт қанша 38-ші рет әлем чемпионатының рекордын жаңартты. Тейси Ринер деген әлем бойынша өте мықты спортшы. Мінекей бапкер. Бұл жерде көрдіңіз ба? Бапкер түпкі еңбек осы бапкерлердікі. Әлгі тақым қысып отырады дейді ғой. Мінекей тақым қысатын осы бапкерлер. Ал енді мына жерде кішкене қызықтау болсын дедім. Енді мына кісілерде бұл демеушілері. Альбом осы кісілерге жасалды. Сондықтан және мына кісінің қолы кішкене не армис, не емес болып қалды. Біз мынау ғана кішкене мына қалауын көмектесіп жіберсін делуіне сұрап. Ал мына жігіт міне жай ғана басында тұрды. Қолының ұшымен. Аяқ қолы бәрі ұшып бара жатыр. Көлеге беру керек еді әрине. Көлеге берсек онда шындық болып қалар еді. Жиналыстар болған еді. Және бұл мына жеңістің әсері тағы. Яғни, бағана бір қат айтқандай эмоция. Суретті жандандыратын, жан бітіретін сол эмоция. Ал енді қараңыз міне. Әр жарыс көрермендерсіз болмайды. Ал шынымен жарыс керемет өтті деген ол тек қана сол саланың қызығатындар емес. Ол салада балаларын алып бауылып жатқандар. Мына қарасаң, кезетті жазып алғандар емес. Әне балалардың тәтті түрі, анау үстіне киген киімі бар, түсіндіріп жатыр. Міне болашақ балалар, міне болашақ жанкүйер. Мынау альбомның сапториеті, мұқабасы. Ал келесі мынау енді мен таныстырайын. Бәріктеріңізге таныс чемпион Нұрбақыт Теңізбай. Сол жігіттің мені сырттан отырып түсірген суреті. Мінекей, мен жүрген жүрісіме. Сіздермен жүргісін жабыс қойған. Яғни, оған не қызық болды? Жасты қайтып кезіміз, көрдіңіз ба, мінекей, байланыс деген осы. Мысалы, ортада отырған Серік Қантаев. Бұл Серік Қантаев қазір спорт тақырыбынан көп жазды. Шетте отырған мен, мына жақта Тимур, бұл спорт басқармасын істейді. Ал енді тағы бір неге көшейді. Мысалы, бір тапсырыс. Яғни тапсырыс болғанда елбасы келді. Облысқа елбасы келді. Осыған қай жылдан? 2009-8-ші. Мінекей, ауыл шаруашылыққа байланысты. Көрді, бұл жерде мынау детальдар, көбірек мәлімет керек. Мысалы, біз бір жерге барсақ, сол жерді зерттеп алуымыз керек. Ол жерде қандай техника бар, қандай өнім өндіреді, соның бәрін ыңғайлы есе түсіріп алуымыз керек.
Содан кейін барып, мысалы, президентпен көрініс берген кезде жанына әдемілеп қойып қоямыз. Мысалы,